Егер сіз күніне 5 мың теңгені керек емес нәрсеге жарататын болсаңыз, жылына 1 миллион 800 мың теңгені мусорға лақтырғандайсыз. Шын мәнінде бүгін мен сіздерге қалай айлық табысымызды ретке келтіреміз, қаншасын жаратамыз, қаншасын сақтап қоямыз, сол жайлы айтып бергім келіп отыр. Себебі мен примерно 24 жасыма дейін кейбір айларында 1 миллион табатынмын, кейбір айларында 200 мың теңге табатынмын, бірақ ақша ешқашан жиналмаған. Мен просто постоянно қанша таптым, сонша жаратып отыратынмын. 23-24 жасынан бастап бүгінгі күнге дейін қаржы сауатпен дос болғанның арқасында общий состояние менде 100 миллион теңгені құрастырады. Және квартираң бар, активың, пассивың, машина бәрін қосатын болсақ. Окей, бүгін мен 250 мың теңге орташа айлық жайлы сөйлескім келіп отыр. Сіздің айлығыңыз көп болса да, аз болса да, бұл видеоны до конца қараңыз, потому что неше түрлі ешкім айтпаған инсайттарды қызықты етіп жеткізуге тырысамын. Потому что қаржы сауаты бұл ең скучный хоббилардың бірі. Бірақ егер де онымен достасқан жағдайда, керісінше бұл уже андай әдетке айналып кетеді. Керісінше самый интересный хоббиға айналатын болады. Видеоны до конца қараңдар, каналға лайк, подписка и так далее. Сонымен айлық бізде 250 мың теңгені құрастырады, и біз сіздермен қазір бірден оның 10%-ын алып тастауымыз қажет. Яғни минус 25 мың теңге. Просто алып тастада бір жерге салып қой, просто ұмыт ол ақшаны сенде бар екен. Тағы да 10%-ын инвестицияға алып тастайсың. Потому что сен айына ойлайсың, маған 250 мың теңге жетпейді деп. На самом деле 250 мың теңге құртынне, 200 мың теңге құртынне разница жоқ. По факту говоря, сен осы 225 мың теңге бөлмегенің үшін осы 50 мың теңге керек емес заттарға кетеді. Біреуге қарызға бересің, бір жерге қыдырып шығып кетесің, керек емес бір футболка сатып аласың и так далее. Сол үшін алдын ала бұл ақшаны мүлдем алып тастасаң керемет болады. Енді сенде 200 мың теңге қалды, именно осы 200 мың теңгенің ішінен керек заттарды алдын ала жазып ал. Ол дейтін сенің ай сайынғы төлейтін квартираң бар, кредитің бар, тағы да басқа расходың түгел алып тастайсың. Енді осы суммарно сенде буквально бір 75 мың теңге қалатын болса, осы 75 мың теңгені уже 30 күнге бөлесің. Сонда сенде күнделікті на самом деле қанша ақша сен кетіруің керек, сол ақша сенде шыға келеді. Мен түсінемін, қазір сіздер ойлайсыз, Жандос, бұл ақша ештеңеге жетпей қалып жатыр ғой, қалай сонда? На самом деле келетін болсақ, бәріміз комфортты қымбат жақсы көреміз. Кез келген расходтан және кез келген доходтан максимально выжимать етуге болады. Допустим, былай, сен квартираны 150 мың теңгеге ай сайын арендаға алып отырсың, ол квартираны тек қана ұйықтау үшін, тамақ үшін емес, қосымша сол квартираға отырып кітап оқисың. Это есть, то есть 150 мың теңге расход бар, бірақ сен көбірек пайданы выжимать етіп жатсың. То есть кез келген расходтан солай жасап жүруге болады. Кофейняға бардың, 2 мың теңгеге капучино сатып алдым. Просто сол кофені сатып кетіп қалған орнына попробуй сол кофейняда отырып жұмыс жасап көруге. Бір адамдармен танысуға, немесе хотя бы YouTube ролик түсіріп жүруге. То есть кез келген расходтан максимально выжимать етіп үйреніп алсаң, негізінде ақшаң көбейіп бастайды. А енді видеоның басында мен айтқан болатынмын, то есть ай сайын 10%-ын 25 мың теңгені былай алып қой, 25 мың теңгені инвестицияға қалдыр деп. Кеттік біз қазір сіздермен сол жайлы сөйлесек. 10%-ті біз инвестицияға және 10%-ті просто так жинап отыруымыз қажет. То есть 20% общий зарплатаны алып отыру. Негізінен келетін болсақ, ай сайын саған 25 мың теңге түскен кезде сен акции және криптовалютадан басқа ешқайда инвестиция жасай алмайсың. Но расымен солай. То есть сенің бір танысың бизнес ашса, оның долясына кіре алмайсың, ешқайда сала алмайсың. Акции сенде получается вариант қазақстанский компаниялар, Халық банк сияқты, там Қазмұнайгаз и так далее, да, арзан. Немесе криптовалюталар. Желательно волатильные, высокорискованные, потому что 25 мың теңгені сақтап қалудан толқы жоқ. Лучше, чем биткоин, эфирум алғанша, бұл ақшаға там XRP деген сияқты рискованный активтерді сатып алған жөн көремін. Но екеуінен де көрі ең күшті вложение түрі бар, ол, конечно же, білім. Потому что білім ешқайда кетпейді, ешқашан құнсызданбайды, и ол білім артынан әлде қайда көп табыс әкеле алады. Ал мына отырған 25 мың теңге ай сайын ол просто так жинала берсін. Долларда ұстайсың ба, теңгеде ұстайсың ба, өз шешімің, ол ақшаны сен құртпайсың. Потому что күндердің бір күні бәрібір аяқ асты саған ақша керек болып қалады, непредвиденные расходы. Сол кезде осы жақта тұрған ақшаны сатып, инвестицияда тұрған криптовалюталарды сатқанша, мына тұрған ақшаларды қолдана берсең болады. Өйткені сен ай сайын инвестиция жасап келе жатып, шығып кетсең, қайтадан бұл жаққа кіру қиын. Сенде уже настроение болмайды, вайб болмайды. Ал мына жақта жинала тұрған ақша, зато саған подушканың рөлін атқарады. Прикинь, саған бір күні шет елге барып қайтайық деп ұсыныс жасайды. Сен 4 ай бойы жинаған ақшаң, сенде 100 мың теңге, в принципе, более-менее сен шет елге шығуға көмектесе алады. Немесе сен телефонның телевизорын қалды, немесе тағы да бір проблема болып қалды. Осы ақша
непредвиденный расходтарға жүре береді. Ал мынау тек қана инвестиция. Әрине, инвестиция ол жақсы. Акция немесе криптовалютаға біз ай сайын 25 мың теңге салып отырып, 10 айдың ішінде примерно 250 мың теңге салып тастаймыз. И біздің жаңағы 250 мың теңгеміз, жарайды, жаңағы криптовалюталардың бағасы өсіп кетті, бәрі күшті болып отыр. Ол примерно 500 мың теңгеге айналды. То есть 2 есе өсті. Тіпті 3 есе 750 мың теңгеге айналды. Шыны керек, достар, 10 айда 750 мың теңге бұл ақша емес. По факту. Өйткені оның орнына әлде қайда көп ақша табуға болады. Егер сіз ай сайынғы жаңағы 25 мың теңгені білімге құятын болсаңыз. Ең бастысы, ол білім сізге қосымша табыс көзі бола алу қажет. Потому что бірден олар основной табыс көзі бола алмайды. Допустим, сіз бір таргетологты, мобилографты немесе трейдердің бір курсын оқасыз ба, ең бастысы 3-4 айдың ішінде табысқа шығып кету. Өйткені соңында 10 айдың ішінде кем дегенде 5 миллион теңге табысқа шығуға болады. Мысалы, біздің офлайн обучениенің бағасы 690 мың теңге. Осы ақшаны вообще қалай тез ақтап алуға болады. Енді біз оны 24 ай рассрочкаға төлеп алған кезде ай сайын қанша еді? Бізде 28 мың теңге шығады екен, и осы 28 мың теңге ақтала ма? Стоит это таких расходов. Егер мен бұл салада полный нөл болсам, ештеңке құппайтын адам болсаң, дай расклад берейін. Бірінші ай сен 28 мың теңге төледің ба, сразу 2 апта офлайн курс өтесің. Офлайн толықтай нөлден бастап стратегияларын бәрін меңгеріп біз сіздермен шығамыз. Енді осы бірінші ай бойы сіз сигнал алып шығасыз. Сигналдар дейтін біздің команда уже анализ жасайды, бағаның қайда кететінін айтады, сіздер бізбен бірге ақша тауып отырасыздар. Екінші айда сізде 2 офлайн кездесу болады дополнительно, то есть жалпы курстан бөлек, и плюс 3 Zoom арқылы біздің мықты трейдерлермен, менен басқа тағы да бір коуч болады, ментор, точнее, солармен бірге тағы да сабақ өтесіз. Арада 2 ай өтті. Сізде уже полностью тренингте кәдімгідей уже бәрі қалыптасты. Сізге просто практиковать ету керек. Үшінші айда сіз бізбен бірге проп-компаниядан экзамен сатып аласыз. Білмеймін, может 5 мың доллар, может бір 10 мың доллар дейік. То есть осы 10 мың долларды управленияға алып, бір компанияға жұмысқа тұру. Күніне 1 сағат уақытыңыз бөліп, аптасына 80% таза табыс сіздікі. То есть осы 10 мың доллардан айына, прям в худшем случае, сіз примерно плюс 1000 доллар тауып отырсаңыз, самый худший случай, то 80% сіздің таза табысыңыз плюс 700 доллар. Ай сайын. То есть мына тұрған 28 мың теңге 3-ші айда уже 700 доллар айналып кете алады. Жарайды, қиын болып кетті, белгілі себептерін оқи алмадыңыз, тағы себептер бар. 4-ші айда мынау тағы да қайталанады. То есть келесі айда біз сізге тағы да бір көмектесеміз. Осы айда примерно сіз уже бұйыртса плюс 700 доллар табысқа шығуыңыз қажет. Енді 24 ай бойы сіздерге біз сигнал беріп отырамыз, аптасына 2 рет Zoom беріп отырамыз. 24 ай бойы куратор сізбен постоянно байланысты, ай сайынғы төлен жаққан ақшаға сіз өз қызметіңізді алып отырасыз. Айына 28 мың теңге ол 50 доллар. То есть 50 доллар кетіріп, чтобы в оконцовке 700 долларды тауып отыру, мен ойымша бұл уже бөлек әңгіме. Ең қызығы 7-8 айларда сіздің мақсатыңыз уже 100 мың долларлық прокомпаниямен жұмыс жасап. То есть на 700 долларды кем дегенде 4 есе көбейту. И өстіп, ровно 12 айдан кейін сіздің капиталыңыз 7-8 миллион теңгенің арасында болса, что там, нормально ма? Таза тапқан табысты еще трейдингтен бөлек криптовалютаға, қымбат тұратын акцияларға саласыз. Потому что сіз Apple компаниясының акциясын 25 мың теңгеге сатып ала алмайсыз. Вот в этом весь прикол. Поэтому, достар, егер сіздер білім алуларыңыз келсе, Астана қаласында 17-20 июнь аралығында біз бастаймыз. Скорее всего, примерно 18 июньда біз бастап кетеміз. Оффлайн обучениемізді орын саны 11. Осы 11 адамның қатарына кіргіңіз келсе, дәл қазір төменде тұрған сілтеме арқылы өтіп менеджерға шығыңыздар, бізге жазыңыздар. Давайте.